Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Смайыловқа бағытталады. Құрметті Әлихан Асханұлы, медициналық кадрларды даярлау мемлекет алдында тұрған басым міндеттерінің бірі болып табылады. Ұлт денсаулығы қашанда ел болашағының негізгі тірегі екенінде бұлжымас заңдылық. Өкінішке қарай Қазақстанда медицина саласының шешімін күтіп тұрған проблемалар аз емес. Соның ішінде медициналық кадрлардың біліктілік деңгейі өзекті мәселеге айналып отыр. Және бұл мәселе тікелей медициналық білімнің сапасына байланысты, ал сапа тұтас саланың кепілі екені белгілі. Осы тұрғыда 20 жылдан бері парламент депутаттары қаперге алған бұл түйткіл бүгінге дейін шешімін таппай отыр. Тарқатып айтатын болсақ, қазіргі уақытта медициналық мамандықтарды оқытуға бөлінетін мемлекеттік тапсырыс қаражатының мөлшері оқу процесін ұйымдастыру үшін жоғары оқу орындарының шығындарын өтемей отыр. Олардың қаржылық жағдайын қиындата түсіп отыр. Сөйтіп, оқу сапасына теріс әсерін тигізуде. Нақты мәліметке сүйенсек, жалпы медицина мамандығы бойынша бакалавриат грантының құны соңғы рет 21 жылы қайта қаралған. Медициналық жоғары білім беру ұйымдары үшін 1 миллион 1 мың теңге болып бекітілген. Алайда, аталған баға 21 жылдан бастап оқуға түскен студенттерге ғана қолданылады. Ал 4-ші және одан жоғары курс студенттері үшін гранттардың бағасы 10 жыл бойы қайта қаралмай отыр. Бүгінгіде бұл бағаның 609 мың теңге бір жылға бағытталып отырғанын көлемі анықталып отыр. Шын мәнінде қазіргі медицина маманын оқытудың өзіндік құны бір білім алушыға шамамен 2 миллион теңгені құрап отыр. Осыған орай медициналық жоғары оқу орындары өзін өзі қамтамасыз ету үшін ақылы студенттердің тобын көбейтуге мәжбүр болып отыр. Биылғы оқу жылында медицина мамандығына оқып жатқан 63 мыңнан аса студент болса, оның тек 41% мемлекеттік білім беру тапсырысы қаражаты есебінен оқытылып отыр. Қалғандары өз есептерінен оқуларын жалғастырып отыр. Студенттер санының шамадан тыс артуы себебінен тағы да сол аудитория тапшылығы менен жатақхана жетіспеушілігі орын алуда. Медицина саласына сапалы маман даярлауға кедергі келтіретін бұл мәселе бір оңтайлы шешімін табуы тиіс. Мәселен, 3 жылдық деректерге сүйенсек, ақылы түрде оқитын студенттер саны 50% артып отыр соңғы 3 жылдың ішінде. Ал академиялық бакалавриатқа оқитын студенттердің саны 62%-ға өскен. Осы себептен аудиториялық қордың 15 мыңға жуық шаршы метрге тапшылығы. Жатақхана бойынша 6,5 мың орынға қажеттілік туындап отыр. Бұл тек қана медициналық жоғары оқу орындарында. Клиникалық жабдықтар базасының 60%-ның тозығы жеткен. Материалдық техникалық базаның ескеруі себептері медициналық мамандар даярлау ісінің сапасына кері әсер етіп, болашақ мамандар әлемдік стандарттарға сай жаңа технологиялармен білім ала алмауда. Сонымен қатар грант құнының төмендегенінен және жүктеменің аса жоғары болуынан медициналық жоғары оқу орынды оқытушы профессорлық құрамын лайықты жалақымен қамтамасыз ете алмай, мамандардың жаппай саладан кету ықтималдығы артуда. Заманауи медицина талабына сәйкес дәрігер дайындаудың оқыту құны басқа мамандықтар бойынша оқуға қарағанда шығыны көп. Мысалға, медицина саласы озық дамыған елдерде медициналық мамандықтардың оқыту құны өзге мамандықтармен салыстырғанда 2-ден 4 есеге дейін артық. Қорыта айтқанда, аталған проблемалар медициналық мамандар даярлау ісінің сапасына ғана емес, қазақ медицинасының болашағына да күмән келтіретін күрделі жағдай. Медициналық жоғары оқу орнында биік деңгейде конкурстар өтетінін және өте дарынды балдар түсетінін ескерсек, жас дәрігерлердің білімдерінің көп жағдайда жеткіліксіздігі жоғары атылған кемшіліктерінің екені түсінікті. Ал оның зардабын халық көріп отыр. Құрметті Әлихан Асханұлы, қазақстандық медицинаның қалыптасқан мектебі бар. Және оны сақтап қалу мақсатында сізден бакалавриат, интернатура, магистратура, резидентура және докторантураның медициналық мамандықтарын оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша республикалық бюджеттен бөлінетін грантының құнын қайта қарауды сұраймыз. Және де 21 жылға дейін қабылданған студенттерді қоса алғанда ұлғайту шаралар қабылдауыңызды сұраймын. Құрметпен депутат Әлназарова.